Бүгін базарға барсам, алдымда дейтін дөң киіп жап жасыл қарбыздар тұр ғой осылай. Сосын шалым айттым, давай бүгін қарбыз алып жейікші балдармен. Қыстың мезгілінде обычно қарбыз алмаймыз ғой, жазда вот жейтінбіз. Қыста қарбыз алып көрейік қандай болады екен деп. Соны үйге әкеліп ортасын ашып қалсам, цветі маған ұнамай қалды. Шалым да айтып жатыр, кішкене ақшылдау екен деп. Жақсы, енді не болса болсын көрейік деп осылай кестім. Осы қарбыз қаншаға шықты деп ойлайсыңдар? Комментарийға жазып кетіңдер, қызық болсын. Сосын осылай табаға кесіп алдым. Балдар дейтін жегіші деп бәрі отыр ана жерде күтіп. Тұра тұрыңдар, қазір әбден кесіп алайын деп. Осылай жартысын кестім де, мен ойлағам ғой, жартысын кесіп, жартысын жейміз, жартысын артынан жейміз, холодильникке салып қояйын деп. Содан кейін осылай табаға кесіп атсам, андай орта жағы ше аппақ болып кетті да. Сосын ойлап жатырмын, точно мынаның дәмі жоқ деп. Сосын вилка алдым да дәмін қарайыншы деп аузыма салып келіп қарасам, андай ғой қыздар, дәмі бар ғой, өте тәтті де емес, андай дәмсіз де емес, в общем средний. Енді все-таки қыстың қарбызы ғой, енді жаз болса можно, енді жазда аппақ қарбыз жемейсің ғой, шертіп жүріп қызыл қарбыз тауып аласың ғой. Қыстың қарбызы енді бірақ пойдет. Кішкене андай қарбызға өте қатты жиіріп қойған жоқпын, енді жиірік дейтін де екіқабатты емеспін ғой, просто андай араным ашылып кетті. Қызық болсыншы, қыста қарбыз жеген қалай болады екен деген сондай немен алдым да солай қарбыз жеп алды. Қыстың қақ ортасында қарбыз жеген қалай кетті деген сияқты. Сонымен осылай кесіп ортаға, балдардың бәрін шақырып, мында келіңдер қарбыз жейміз деп, бәрі жүгіріп келді, шауып келіп, Арипке мама бош қарбыз жейік, қашан жейміз деп жүр. Сонымен осылай қарбызымызды жеп алдық.